Әрбір жұмыс күні бірдей басталады. Техниканы тексеру, медициналық бақылау, күнделікті үйреншікті рәсімдер. Көпшілік мұны жай ғана формальдылық деп қабылдайды. Алайда дәл осы бірнеше минуттың ішінде ондаған адамның өміріне әсер етуі мүмкін маңызды шешімдер қабылданады. Өйткені қауіпсіздік жолда басталмайды. Алдымен қан қысымыңызды, содан кейін қалғанын өлшеңіз. Қан қысымыңыз жоғары екен. Жоқ, бәрі дұрыс. Тек ұйқым қанбады. Сенімдісіз бе? Өзіңізді жайсыз сезініп тұрған сияқты. Бүгінгі жұмысымды аяқтаймын, сосын міндетті түрде демаламын. Қауіпсіздік бәрінен маңызды. Бүгін үйде қалып, күшіңізді қалпына келтіресіз. Қауіпсіздік жолға шығар сәттен емес, одан әлдеқайда бұрын басталады. Көліктің техникалық жағдайынан, қызметкерлердің денсаулығынан және әр адамның жауапкершілігінен. Қауіпсіздік белдіктеріңізді тағыңыздар. Бар болған жақын жерге ғана барамыз ғой. Жолда қашықтықтың ешқандай маңызы жоқ. Қауіпсіздік мәдениеті қарапайым әдеттерден басталады. Бүгін қызымның туған күні. Иә, құтты болсын. Жұмыстан соң торт алып барамын. Құтты болсын. Ал мен ұлымды футболға жаздырдым. Кешке бірге отырып, матчтарды талдаймыз. Ал сен не істейсің? Мен ата-анама соғып қайтам. Көп болды көрмегенме. Әрбір жолаушыны үйінде күтіп отырған жақындары бар. Серік аға, осынша жыл ішінде жол көлік оқиғасына түскен кезіңіз болды ма? Иә, бір жағдай болған. Баяғыда мен де сендей жас едім. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Айгерім бе? Сәлеметсіз бе, я? Бұл кім? Сізге полиция қызметі хабарласып тұр. Тыңдап тұрмын. Не болды? Сіз Серік Асановтың жұбайысыз ба? Не болды? Тас жолда жол көлік оқиғасы болды. Бір адам қаза тапты. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Уайымдамаңыз. Серіктің жағдайы жақсы. Ол есін жиды. Қаза тапқан адам қарсы беттегі көлікте болған. Сол кезде мен алғаш рет жолда тек өз өміріне ғана емес, өзгелердің өміріне де қауіп төндіретінімді түсіндім. Үйде әрқашан сені күтіп отырған жандар бар. Жол қателікті кешірмейді. Ештеңе болмайды деп ойлайсың, қоңырауға жауап бере саламын дейсің. Аздап жылдамдықты арттырсам, ештеңе етпес дейсің. Қауіпсіздік белдігін тақпасам да болады деп ойлайсың. Бірақ бір ғана кішкентай қателік үлкен қайғыға айналуы мүмкін. Жарайды әріптестер, ертең кездескенше. Рахмет, Серік аға, сау болыңыздар. Серік аға, тоқтай тұрмыз. Серік аға. Бір болт жоқ екен. Серік аға, бір болт жоқ. Не болды? Ой-ай. Тағы сәл ғана. Бәрі мүлде басқаша аяқталуы мүмкін еді. Сондықтан біздің жұмысымызда ұсақ түйек деген болмайды. Қателесу кез келген адамның қолынан келеді. Бірақ қауіпсіздік әр адам оған шын мәнінде жауапкершілікпен қарағанда ғана жұмыс істейді. Көліктің техникалық жағдайы, жылдамдық режимін сақтау, қауіпсіздік белдігін тағу, жүргізушінің мұқияттылығы, жолаушылардың қауіпсіздік мәдениеті, қызметкерлердің денсаулық жағдайы. Қауіпсіздік күн сайын қабылдайтын шешімдеріміздің жиынтығы. Көлік қауіпсіздігі
әркімнің жауапкершілігі.